Сәлем достар, бүгін біз 11 айлық баланың дамуы туралы айтатын боламыз. 11 айлық бала қалай дамиды, оның жеке психикалық дамуы, физикалық дамуы, эмоциясы, ұйқы режимі, тамақтануы қалай болады, сол туралы әңгіме айтатын боламыз. Достар, бала күннен күнге өсуде, бірақ балаңыз енді 11 айлық бала еңбектеп, кейбір балалар тіпті жүреді. Егер балаңыз әлі жүрмесе, онда ол қалыпты, ол ұстап тұруға ыңғайлануы мүмкін. 11 айлық бала еңбектейді, бәріміз білеміз. Ұстап заттардан ұстап тұруға әрекет жасауы мүмкін. Егер әлі жүрмесе, оның сондай әрекеттерін байқай бастайсыз. Оның өте тез еңбектегенін байқай бастайсыз. Бұл кезде бала бүткіл бөлмені зерттеп тастаған, яғни бөлменің әр бұрышын еңбектеп жүру арқылы ол зерттеп тастаған. Егер де ол жүре алатын болса, онда заттарды орнынан жылжытуға, сонымен қатар заттарды бір-біріне соғуға әуес болады. Бала бұл кезде өзін жаңа дыбыстарды, жаңа заттардың дыбысына, бұрын естімеген дыбыстарға қатты мән беретін болады. Есту қабілеті өте жақсы дамиды 11 айлық кезінде. Анасының дауысын, өзге де басқа дыбыстарды өте жақсы ажырата алатын болады. Егер сіз басқа бөлмеден сөйлеп жатсаңыз, сізге баланың атын атап жатсаңыз, сізге бала деген секілді жауап қайтарғанын байқайсыз. Болмаса балада дыбыс шығарады, яғни сіз басқа бөлмеде тұрып балаңыз шақырсаңыз, бала сізге еңбектеп келеді, жүрсе жүріп келеді дегенде, яғни бала сізге келеді. Басқа жақта, басқа бөлмеде тұрып балаңыз шақырсаңыз, бала келеді, яғни басқа бөлмелерден сізді бала қатты жақсы ести бастайды. Бала өзінің атына назар аударады, өзінің атын біледі. Бала өзіне таныс адамдарды, жақын адамдарды біледі. Үйінде бейтаныс адамдарды көрген кезде қатты жылап кетуі, толқып кетуі мүмкін. Кейбір балалар жатырқамайды, кейбір балалар ойнап кете беруі мүмкін. Өзінен үлкен балалармен ойнағысы келіп тұрады. Әртүрлі рөлдік, сюжеттік ойындарды бұл кезде 11 айлық баламен ойнай берсеңіз болады. Яғни бала қыз болса, ыдысқа шай құйып, сондай ішуді деген секілді, сондай сюжеттік, рөлдік ойындарға жақын болады. Болмаса жаңағы тарақ болса, қыздың заттары болса, қыз бала болса, сондайға қызыға бастайды. Ер бала болса, машинаға қызыға бастайды. Осындай бір рөлдік ойындарды бала қатты жақсы көреді. Тіпті баламен осы кезде ойнап бастай берсеңіз де болады, әртүрлі рөлдік сюжеттік ойындарды. Бұл кезде баланың есту қабілеті дамуымен қатар, балаға қысқа ертегі айтсаңыз, бала соны ұйып тыңдап ұйықтап қалады. Балаға қысқа әртүрлі бір тақпақтарды айтсаңыз, осы уақытқа мысалы әлдейіңізді айтып келсеңіз, енді онымен қоса қысқа ертегілер мен тақпақтарды айтсаңыз, бала оны қатты ұйып тыңдайды. Баланың ұйқы режимі күніне 1-2 сағат. Одан кейін бала емуі қандай болады? Баланы 4-тен 8-ге дейін еме бастайды, яғни таңғы уақыттарда 4 пен 8 аралығында бала еме бастайды, оған дейін тыныш ұйықтауы мүмкін бала. Баладағы ұйқы режимі осылай келеді. Одан кейін бала бұл кезде оның эмоциясы кәдімгідей айқын байқалады. Өзіне ұнамаған заттарға айғайлайды, өзіне жаңағы ұстағысы келмей ашуын көрсетіп, яки бір бала тиісіп кетсе, оған жаңағы қарымтасын қайтарып дегендей, сондай бір өзінің бір мінез құлқын шығара бастайды. Балада бұл кезде мінез қалыптаса бастайды. Сол себепті де осы бір 11 айлық, енді 11 айдан кейін, ары қарай 1 айдан кейін 1 жас болады ғой. Осы айдан бастап бала үлкендердің әрекеттерін қатты қайталайды. Мысалы, сол себепті де баламен қарым-қатынаста болған кезде, бала қасыңызда болған кезде, жаман әдеттерді, жаман мінез құлықты барынша көрсетпеген дұрыс болады балаға, себебі бала оны қатты сіңіреді, болашақта оның мінез құлқына айналып кетуі мүмкін. Сондықтан да бала белгілі бір жасқа келгенше, жалпы әр бала ата-ананың айнасы дейді ғой.
балаға дұрыс қарым-қатынасты, байсалды, байыпты, саналы бала болсын десеңіз, онда өзіңізді тәрбиелеп, өзіңізде сана сезіміңізді жоғары екенін дәлелдеп, байсалды, байыпты болуға тура келеді. Яғни жай сөйлесуіңіз керек болады, өзіңіздің жаңағы жолдасыңызбен яки білмеймін, үйіңізде кім тұрады, сол адамдармен жай қарым-қатынастар, жақсы қарым-қатынастар болуыңызға тура келеді. Себебі болашақта бала соны қайталайды. Сол себепті де жақсы қарым-қатынас болу үшін сізде өзіңізді жақсы қалыпты ұстауыңыз керек. Достар, мен сіздерге бар беретін ақпараттарым осы. Егер ақпараттар пайдалы болса, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге рахмет.